Менің қолымнан келмеді. Я достар, сіздерге барын айтып түсіндіргім келіп тұр. Қалай болған, минусқа кеткен туралы, продажа, ойдағыдай болмағаны туралы. Продажам полностью жаптым. Машинада сыйланбайды. Шампунға заказ берген жандар бүгін ертең сіздерге менеджер хабарласады, сіздерден сұрайды. Егер ақшаңыз қайтсын десеңіз, ақшаңыз қайтарылады. Немесе жоқ, мен шампуньді көргім келеді, качествосы қалай екен, қолданғым келеді десеңіздер, онда сіздерге доставка жасалынады. Шампуньға 7 күн мен 10 күн аралығында доставка міндетті түрде жасалынатын болады. Ал ақшаңыз қайтсын десеңіз, ақшаңыз да міндетті түрде қайтарылатын болады. Бұның бәрін мен өзім қадағалаймын. Маған біреудің артық ақшасы керек емес. Мен біреудің ала жібін аттап, біреудің ақшасын пайдаланып қалатын адам емеспін. Сол үшін де осындай шешімге келдім. Маған да бұның бәрін айтып отыру оңай емес сіздердің алдарыңызда. Жалпы мен ниетім қандай болды? Мен ниетім осы адамдар шампуньді пайдаланып, шынымен де качествосын бағалап, бір пайдасы тиіп, қасында сыйлығын алып, бір қуанып қалса екен деген менде ниет болды. Қалауым сол болды. Әрине біздің қалауымыз емес, Құдайдың қалауы болады демекші, оған да көндім. 2 күн үйде депрессияға бір кіріп шықтым. 17-сі күні продажа бізде ашылды. Кешке дейін продажаны бақылап қарадым. Кешкісін қорытындылай келе, бұл шампунь өзінің бағасында, машинаның бағасында ақтамайтынын түсіндім. 2 күн мен не істеймін деп ситуацияны жан-жақтан қарап, мүмкін былай жасайын деп, жоқ, ең дұрысы осы, тоқтатайын, лучше адамдарға ақшасын қайтарып берейін, біреусіне доставкасын жасап берейін деген шешімге келіп тоқтадым. Ал сол күні маған шынымен де Айгүл бизнесін жүріп кетсін деп қаншама адамдар қолдау жасап, менің қолдаушыларым сол шампуньді сатып алып, қолдау білдіргендеріңіз білем, оның бәрі менің есімде. Сіздерге көп алғысымды айтам, бағалаймын, құрметтеймін, сіздерді жақсы көремін. Көп рахмет. Енді дегенмен де бұл жерден сынбаймын, алда әлі бәрі жақсы болады деген ниеттемін. Енді бұл жолы болмаса, басқа жолы бір жақсы нәрсе күтіп тұр деген ниеттемін, сондай бір үміттемін. Сол үшін баршаңызға рахмет айтамын. Құдайдан сұрадым, и сөйтемді Моляға сөйтіп жазамын ғой, аумен дейді ғой. И представляете, кейін бірімізге айтамыз, короче, мен бірінші Моляға жіберемін, и ол артынан, Моля жібереді маған, короче, тестті, сен қара дейді. И мен артын жіберемін, ма дейді, таң бірімізге екеумізге қарап, Құдай періште аумен деген ғой деп ше, Құдайға шүкір әйтеуір, Алланың бір сүйікті құлдарының бірі болып тұрмыз ғой. Шүкір, мыңда бір шүкір. Сөйтіп екеуміз сөйтіп күнде сөйлесеміз, в общем, мен оған енді Құдайға шүкір әйтеуір кішкене соқтым бар, мен бөлсем бүйтпе сөйт деп. Ол да мені сұрап тұрады. Бірінші кезде мен де андай едім ше, сәл бірдеңе болса, гинекологым мазалап, андай деп, қазір енді кішкене болса не бар болған кейін уже спокойно қарайсың ғой. Мысалы, иногда бывает там ішің астыға тартып, матка өсіп жатқанда, иә. Вот. Сонда аласа енді екеуміз де айылымызға жетіп, аман есен болсын алайықшы. Деп қойыңыздаршы бар ғой, өзім көжемі риза болып еще андай болады, увлажненный болып тұр да, құрғап тұрған жоқ та, прям жылтырап тұр. Мистер көрсетсем қандай коллаген, қыздар сол коллагенді алыңыздаршы. Недавно болды, ішіп жүргенмен бір 2 апта болып қалды ғой. Все, мен дайынмын, примерно осындай болады, короче. Может, киімді ауыстырып та қалуым мүмкін. Қазір енді кетпей тұрып, сұрақтарыңызға жауап беріп кетейін. Қандай коллаген деп барлықтарыңыз дайрект жарып жатсыздар уже. Мені 25+ қыздар, мұқият тыңдаңыздар. 2 аптадан бері бір коллаген ішіп жүрмін да. Кәдімгі сол көмектесіздер. Алдымен сіздерге айтып жүрдім ғой, қожам құртылып жатыр, не істерін білмеймін, не жағарын білмеймін. Негізі жаңа айттым ғой.